Қызымды маған қарсы қойып тастаған қызының тәрбиесіне алаңдаулы әйел өкініп жүр. Сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Айтайын дегенім, тұңғыш қызымның мінез құлқы. Отбасындағы тұңғыш бала ғана емес, әулеттегі тұңғыш немере болғандықтан ата-ененің бауырына салу деген дәстүр әлі де бар ғой. Әсіресе ауылдық жерлерде. Мен де солай тұңғыш рет ана атандырған қызымды ата-енемнің бауырына салып, атасы мен апасының қызы деп өсірдік. Жалғыз қыз деп отырғаным қыздан жалғыз болғандықтан. Одан кейін тағы 2 ұл босандым. Олар әлі кішкентай. Биыл сол тұңғышым 9-шы сыныпты бітіреді. 9 жылдық білімнен соң колледжге кетемін деп отыр. Ал оған басын қатырып, қызымның болашағын ойлап отырған ешкім жоқ. Табиғатымнан сөзге сараң адам болғандықтан осы 15 жылдың ішінде енеммен бір шай десіп көрмедім. Аяусыз жұмсаса да кешіре білдім. Сондағы бар жұбанышым балаларым үшін деген ойым болатын. Қазірде енем мені сол жалғыз жұбанышымнан да айырып тынды. Қызымды өзіме қарсы тәрбиеледі. Апасының қызы деп өсірген жалғыз қызым атымды атағаны былай тұрсын. Әй, мынаны істемепсің ғой деп зекетім болды. Енем жоқта сөйлесейін деп оқталсам, қойшы, сен не білесің? Мектептен соң оқымағансың ғой деп жанына жолатпайды. Кейде ұрып болса да қайта тәрбиелегім келеді, әттең. Тек үйдің берекесі қашпасын дейсің. Жолдасыммен арамыз суып кеткелі қашан. Әкесі дүние салғалы бері өз бетімен кетті. Шеді, жиған тергенді шашып әлек. Шешесі баласынан ала алмаған өшін менен алып күнде ұрыс бастап отырады. Тамақта батпайды соңғы кезде. Өмірімнің ертеңін елесте алмай, тұманда адасып жүрген жандаймын. Аядай ауылда сырласатын жақын жан да жоқ. Шешеме айтасам шыда, жарты өмірің өтті ғой сол үйде, балаларың бар деп жұбатып әлек. Жолдасымды мынаның адам болмайтын түрі бар деп қалаға жұмыс істеуге жіберді. Бар шаруа менің мойнымда. Тіпті кейде көрші тұратын қайынсіңлім кір жуып жатыр екенсің ғой, менікінде жуа салшы, жұмыстан қолым тимей жүр дейтінді шығарды. Оның үстіне енем де оның жұмыстан қолы тимейді, сен боссың ғой, үйін жинап келші деп жіберетін болды. Бәрі жүйкемді жұқартып бітті. Шыдамның да біткен жері осау деймін. Өмірімде алғаш рет енеме бұл үйге қырсыға келгенмен шығармын. Мен кетейін онда дегенім сол еді, мынаған тіл бітейін деген екен. Кетсем кет деп кеудемнен итеріп сыртқа бірақ шығарды. Ашуға булыққан күйі енді ол үйдің табалдырығын аттамаймын деп ант беріп, қақпа есігін тарс жауып кете бардым. Тұла бойым алай-түлей болса да кеудемде бір үміт жеткінше қызымның артымнан жүгіргенін, кетпеші, мама деп етегімнен тартқанын күтті. Бірақ ол дыбыс естілмеді. Бірнеше айдан кейін қызымды ертіп жолдасым кешірім сұрап келді. 2 ұлымды өзіммен бірге алып кеткен болатынмын. Оларға айтқанымды істете алсам да, қызыма әлім келмеді сол кезде. Менімен бірге еріп кетпей, сол жерде қалды. Күйеуім келіп кешірім сұраған соң, балаларымыздың болашағы үшін жарайды. Бірақ мені өзіммен бірге қалаға алып кет деген шартпен қалаға келдік. Жолдасым сол баяғы тірлігіне қайта басты. Шет, ақшада жартып таппайды. Өзіміз пәтер жалдап тұрамыз. Жүйкем жұқарған ба, қазір ештеңеге төзгім келмейді. Бұл күнге де қолымды бірақ сілтеп, ұлдарымды ертіп бөлек тұрып жатырмын. Бірақ аналық жүрегім әлі де тыныш емес. Жас өспірім шақтағы қызымның қиын мінезіне алаңдаймын. Менің жарқырап жаңа киім кимей, бой жазып отырысқа бармай, ертелі кеш солар үшін сүрген 15 жылғы өмірімді қызыма кім түсіндірер екен? Теріс тәрбие алған ол ертең қандай келін, қандай ана болмақ? Оның тағдырына алаңдағанымен түк те істей алмайтындығым қынжылтады. Себебі енем маған қарсы тәрбиеледі. Мені ол ана тұрмақ адам ретінде де сыйлай білмейді. Қызымның бой жете бастаған шағында шаңырақ бұзылып кетіп қалғанымды да басқаша түсіндіріп, санасын өтірікпен улап жатпағандығына кім кепіл? Енді менің не істеуім керек? Апасының барлық айтқаны дұрыс бола бермейтінін, оған менен жақын адам жоқ екенін қызыма қалай түсіндірем?